Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тұздалған жасыл помидор салатының рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге жасыл помидор, қалауларыңыз бойынша 1-2 килодай алып етесіздер. Және қызыл тәтті бұрыш, чеснок, укроп және де осындай ащы бұрыш, қызыл қалағандарыңызды қоса бересіздер. Менде тұздалған түрі. Енді осылай помидорымызды екіге бөліп, осылай майдалай етіп тураймыз. Керек еместі жерлерін, осыны асты жағын алып тастаймыз. Помидорды қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Мен осылай ұсақтау етіп турадым. Үлкен етіп турап ұсынсаңыздар да болады. Өте пайдалы салаттардың бірі. Осындай күн салқын кезде әсіресе барлық тамақпенен жақсы үйлеседі, берсеңіздер. Бұдан да майдалау түрлерін істетсеңіздер әдемі шығады. Менде кішкене ірілеу болды. Бірақ оны осылай ұсақтау етіп турап жасай берсеңіздер болады. Келесі бізде тәтті бұрышымызды тураймыз. Ұзыншалап. Осылай барлығын бір келкет турап алып, майдалап саламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Енді чесногымызды осылай езіп, кішкене майдалап, турап саламыз. Ащы бұрышымызды майдалап тураймыз. Осылай дәндеріменен турай бересіздер. Қызыл түрін істетсеңіздер де болады. Мендегі тұздалған түрі. Қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Қатты ащы қылғанды ұнатпаймын. Укропымызды осылай қаласаңыздар петрушка салып, көптеу етіп қоса берсеңіздер болады. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз.
тұзымызды, қант, бұлардың барлығын описание бөлімінде қанша екендігін жазып қалдырамын. Қызыл бұрышымызды, қара бұрыш және сірке суымыз құямыз. Сұйық майымызды саламыз. Енді барлығын жақсылап қолымызбенен араластырып аламыз. Бір келке етіп осылай араластырып, бетін жауып 5 сағатқа салқын жерге қоямыз. Мінекей осындай керемет салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.